Сәлем достар, сіздермен осындай ашытқысыз бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Біздерге 3-4 картошка керек болады. Жақсылап жуып тазалап газымызда пісіріп аламыз. Бізге 540 грамм ұн керек болады. Жарты порция жасасаңыздар да болады. 200 грамм суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып жақсылап осылай былғап құямыз. Кез келген қамырымызға келе беретін рецепті. Осылай қамырымыздың үстіне суымызды құйып, шайқап тұзымызбен, тұзды толтырмай салсаңыздар да болады. Көптеу салып жіберсеңіздер ащы болып кетеді. Кез келген 150-200 грамм сұйық майымызды қосамыз. Иісі болмаса тек болды. Толтырмай 2 шай қасық қопсытқыш саламыз. Осылай қолымызбен илеп жақсылап аламыз. Бұл қамыр кез келген алма бәліші, еттің, я болмаса сиырдың фаршы, я болмаса етпен, тауықтың етімен күшті қылып жасай берсеңіздер болады. Бұл кез келген бәліштерге бара береді, тек тәтті бәліштерге бармайды қамыры. Ұнататын болсаңыз саңырау құлақпен жасай берсеңіздер де болады. Қамыры негізі жұмсақ үлпілдек болып шығады. Біздер 5-10 минутқа кішкене бір шетке ала тұрамыз. Картошкамыз пісті. Жақсылап осылай езіп аламыз. Суытып барып қолданамыз. Қатты ыссы күйінде салып жүрмеңіздер, бәліштеріміз шикі болып шығады. Осылай майға жуамыз, турап осылай қуырып алдым. Сол кезде дәмді болып шығады. Білмеймін, ұнатпайтын болсаңыздар салмасаңыздар да болады. Өзім ұнататын болғасын саламын. Қара бұрыш саламыз. Ұнатпайтын болсаңыздар салмасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Осылай жақсылап былғап аламыз. Тұзы араласу үшін. Қамырымызды 2-ге бөлдік. Осылай. Мен 2 бәліш шығардым. Бір бөлігін кішкентай қылып қалдырамыз үстіне жабуға. Бір бөлігін астына елейміз. 22-23 диаметрлік қылсаңыздар болады. Мен үлкен қылып жіберіппін. Өте жұқа болып кетті. Формаға салып пісірсеңіздер тіптен жақсы. Формаңыз болмаса ештеңе етпейді. Пісіре берсеңіздер болады. Осылай илеп аламыз астыңғы бөлігін. Сосын үстіне салмасын салып, жабай береміз бетін, біріктіріп айналасын. Бұл қамыр күшті, бір жер жақсы үгілмелі болып шығады. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде капустаны 200-300 грамм үстіне бір морков салып, жақсылап жуамен қуырып алып салдым. Осылай 5-10 минутке бұқтырып. Дәмді болып шығады сонда. Мынау бетіне жауатын қамырымыз. Осылай жаямыз да. Бетін жабамыз. Айналасын біріктіреміз. Жақсылап. Ашылып кете береді. Шамалы қатты біріктірмесеңіздер. Осылай кішкене ортасын пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. Ауа кіріп кішкене пісуіне де жақсы болады бізге. Мынау екінші бәлішіміздің қамырын жайып көрсетіп жатырмын. Бұл бізде картошкамен, мана көріп тұрғандарыңыздай картошка пісіріп алдық қой. Картошкамыз суыды, осылай бетіне саламыз да. Тағы да үстіңгі бетін жаямыз. Қамырымызды. Осылай тағы да біріктіреміз. Жандарын. Жақсылап біріктіріп шықпасаңыздар ашылып кетеді піскен уақытта. Бұл бәлішімізді тоже бетін осылай кесіп шығамыз.
бір жұмыртқа, шамалы сүтімізді құйып араластырып осылай кесточкамызбен бетіне жағып шығамыз бәліштеріміздің. Сол кезде бәліштеріміз әдемі болып піседі, сап-сары болып. Үстіне ақ қара күнжутты септім мен. Сеппесеңіздер де болады. 170-180 градуста пешімізде пісіріп аламыз. Суытып барып кесесіздер. Шикі болып шығады, мен суытып барып кестім. Көріп тұрғандарыңыздай бізде күшті әдемі бәліш шықты. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сау болыңыздар, ас болсын.